Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді ватрушка булочкидің рецептін ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді және өте жұмсақ булочкалардың бірі. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, шекер, сұйық май және де ұн керек болады. Шекер мен жұмыртқаны кішкене араластырып аламыз. Содан соң үстіне аздап сұйық май құямыз, жылы сүтімізді құямыз. Содан соң 1 шай қасық дрожж саламыз. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Осылай кішкене илеп жіберсеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ, әдемі қамыр дайын болады. Осымен қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Содан соң начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, жұмыртқа, шекер және де қаймақ, кукурузный крахмалы керек болады. Осының барлығын салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Міне осымен начинкамыз да дайын. Ендігі кезекте қамырымыз көтеріліп дайын болып қалыпты. Қамырларымызды бөліктерге бөліп аламыз. 93-95 граммнан 9 бөлікке бөліп аламыз.
Осылай печкамыздың тапасына пергаментімізді төсеп, араларын ашық қылып орналастырамыз. Содан соң осылай ортасынан кішкене басып, начинка салуға дайындап қоямыз. Барлығын осылай жасап болғаннан соң бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Міне уже 15 минуттан соң алып, начинкаларын осылай құйып шығамыз. Содан соң осылай шет-шетіне жұмыртқаны жақсылап араластырып жағып аламыз. Печкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 190-200 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осымен булочкаларымыз дайын, пісіп шықты. Басқан кезде қалпына келсе өте жұмсақ булочкалар болып шығады. Содан соң бетіне осылай әрлеуге аздап сахарный пудра сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Әрине өз қалауларыңыз. Осымен булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Ас болсын.